Сәлем, Караван KZ медиа порталында жаңа подкаст, жаңа сұхбат. Бүгін біз трансгендерлер жайлы сөйлесеміз. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, әлемде 25 миллионға жуық трансгендерлер бар. 2008 мен 2016 жылдар аралығында Қазақстанда 12 адам трансгендерге айналып, тіпті құжатында ауыстырған көрінеді. Ал қазіргі таңда Қазақстанда қанша трансгендері бар? Олардың саны қанша? Қайда? Ондай ешқандай ресми ақпарат жоқ, болжамды ақпарат та жоқ, өкінішке орай. Мен ойлаймын, дегенмен де ондай ақпарат болуы керек еді, қажет еді деп. Бүгінгі қонағым ол Амилай Баймұратова. Ол кішкентай кезінен сұлу аруға айналуды армандаған, өсе келе сол арманына қол жеткізген. Амилай әлеуметтік желіде өте танымал. Оның инстаграмдағы парақшасында 51 мың оқырманы бар. Амилайды инстаграмда біреу жақтап жатса, ал біреу даттап жатады. Дегенмен де өздеріңіз түсініп тұрғандарыңыздай, Амилай әлеуметтік желіде өте танымал, оқырмандары өте көп. Оның трансгендер болғанына қарамастан, оны оқиды, оған лайк басады, пікір қалдырады, әрбір постын, әрбір тікелей эфирін асыға күтеді. Ескере кететін жайт, бұл ешқандай да пропаганда, жарнама емес. Олай болса, біз бастаймыз. Амилай, алдымен сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Бүгінгі подкастқа келіскеніңізге ең алғашқы сұрақ. Өзге ұлдар емес сияқты екеніңізді ең алғашқы кезде қай уақытта түсіндіңіз? Ең алғаш рет мен 14 жасымда түсіндім. Негізі мен кішкентай кезімнен бастап жігіттерге ғашық болып істегем. Жігіттерге деген ойым болған, ғашық болып, солармен болғым келіп дегенде. Ал 14 жасымда мен уже түсіндім осындай екенімді. Потом 14 жасымда жігітпен кездестім. Амилай, өзіңіз де трансгендерсіз, тіпті кеудеңізге де ота жасатқансыз, пластикалық, 700 мың теңгеге өзіңіз хабарлағандай. Жалпы негізі өзіңіз трансгендер деген адамның барын, ондайлардың трансгендер деп атайтынын, ондайларды қашан алғаш рет білдіңіз? Қашан алғаш рет ұқтыңыз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Ондай адамдар барын мен 16 жасымда білдім. Амилай, 2008 бен 2016 жылдар аралығында Қазақстанда 12 адам трансгендер болып, солай төлқұжат жасаған екен, трансгендер болып. Ал менің ойымша қазіргі таңда трансгендерлер 12 емес, енді өте көп, айта алмаймын санын. Қалай ойлайсыз, біздің елде трансгендерлер көп пе? Олармен араласып тұрасыз ба? Қаншалықты жиі араласып тұрасыз? Біздің елде трансгендерлер өте көп. Мен бірақ барлығымен араласпаймын, бір-екеуімен ғана араласам. Трансгендерлер болғанмен олар жасырынып жүреді, потому что ата-анасы білмейді оларды. Сондықтан олар жасырынып елге көрінбеуге тырысады. Өздерімен өздері жүреді. Маған сіздің діни көзқарасыңыз өте қызық. Трансгендер Амилай Алланың барына, жаратқанның барына, жалпы ислам дінінің барына сене ме? Сіз Аллаға сенесіз бе? Мен Алланың барына сенемін. Мен бұл жолға түспестен бұрын 15 жасымнан бастап намаз оқып бастағам. Сосын 18 жасқа дейін оқыдым. Одан кейін мен намазды тастап кеткем. Және де мен ораза ұстаған сайын қыз болсам екен деп Алладан тілейтінмін. Әріптесіме берген сұхбатыңызда, яғни біздің Караван KZ медиа порталының порталына берген сұхбатыңызда трансгендер болудың қажеті жоқ, оңай жол емес екенін айтыпсыз. Сізге өмір қайтадан берілсе, трансгендер болудан бас тартар ма едіңіз? Мен трансгендер болудың қажеті жоқ деп айттым. Оңай жол емес ол, оны мен не үшін айттым, потому что мені көргендер маған қызығып, менің жолымды қуып, менен үлгі алмасын деген ретінде айттым. Егер маған жаңадан өмір берілетін болса, мен әке-шешеме айтып бастайтын едім, содан кейін болатын едім. Бірінші әке-шешемнің рұқсатын алатын едім. Трансгендер болудан бас тартпайтын едім, себебі мен осы күйде бақыттымын. Аллаға шүкір деп айта аламын.
Қазір сіздің жасыңыз 21 жаста, өте жассыз, өміріңіз алда деп үміттенемін. Қалай ойлайсыз, 10 жылдан кейін, ол кезде сіз 31 жаста боласыз. 31 жасыңызда сіз өзіңізді қандай адам, қандай тұлға ретінде көресіз? Дәл осылай Амилай болып қаламын деп ойлайсыз ба? Сол туралы айтып өтсеңіз, бұл менің сізге қояр соңғы сұрағым болсын. 10 жылдан кейін мен өзімді например, қазір 21 жастамын, 31 жаста боламын ғой. 31 жаста өз-өзім енді 10 жыл ішінде өз-өзіме күтініп қарап жүремін. Содан кейін мен 31 жасымда 20-дағы қыз сияқты жүремін деп ойлаймын. Себебі мен 10 жыл ішінде мен әлі бала шағам болмайды, қарайтын уайым қайғым болмайды деп ойлаймын. Құдай қаласа. Сол кезде 31 жасымда жас қыз сияқты болып жүремін. Ол кезде мен өзім бизнесімді ашып, бизнес-леди боламын деп ойлаймын. Амилай, сізге көп рахмет. Бүгін сұхбатқа келіскеніңізге, подкастқа келіскеніңізге. Меніңше бүгін Амилай бір өкінішін айтқан сияқты маған. Неге? Өйткені ол жаңа сұрадым ғой, өмір қайтадан берілсе, сіз дәл осылай трансгендер болар ма едіңіз деп. Ол осылай болар едім дегенмен де кішкентай кезімнен бастап айтар едім отбасыма деп қалды ғой. Сонысы меніңше Амилайдың бір өкініш болған сияқты болып көрінді маған. Кішкентай кезімнен айтуым керек еді деген сияқты. Дегенмен де трансгендер тақырып болғанмен, бүгін трансгендер шақырдым, Трансгендер тақырып болғанмен, мен ойлаймын, бұл тақырып бұлай жабылып қалмай, енді келесі жолы психолог маман шақыруым керек шығар деп ойлап отырмын. Дәл осы шығарылымнан кейін, дәл осы Амилаймен болған подкасттан кейін, сұхбаттан кейін. Неге? Өйткені Амилай тек өз жағын айтты да, ал трансгендерлердің психологиялық тұрғысы қалай болады, ондай адамдардың психологиясы, психикасы қандай болады, соны психологтың пікірін білу керек сияқты меніңше. Өйткені бұл да бір дерт десем болар ма екен, болмас па екен. Солай десе де болатын сияқты. Ол енді әрине менің пікірімше. Соның мүмкін алдын алуға болатын шығар. Соны психологпен де бір подкаст жасауға болатын шығар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Солай жасауға бола ма? Пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ал менің ойымша, әрине әркім өзі білетін не боларын, кім болатынын, ол қыз болып, ол ұл болып кете ме, ұл болып жүр, ол қыз болып кете ме деген сияқты, Ал өзімнің ойымша, біз өмірге қалай келдік, солай өмірден аттанғанымыз дұрыс. Солай ма, солай емес па? Өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бүгінгі тақырып сондай бір орысша айтқанда щепетильная тема, дегенмен де көтерілу керек тақырып. Сондықтан да айып етпей, осы бүгінгі подкастты көріп, тамашалап, тыңдап, өз пікірлеріңізді, өз ойларыңызды жазасыздар, қалдырасыздар деп үміттенемін. Бүгінге осы. Келесі жүздескенше, караван әрдайым жаныңыздан табылсын.